Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'd. Bizde мынандай сұрақ түскен екен. Олимп, яғни балалардың ойынхана дейміз ба, немесе ойын болып жатқанға ақша тігу дейміз ба. Қазір сондай олимптар көбейіп кетті. Сол жайында сұрақ түсті. Жалпы сол жайында кішкене бір мәселе қарайық. Жалпы Құран аятынан бастайтын болсақ, Маида сүресінің 91 аяттарында Алла Тағала айтады: Аузу биллахи минаш ражим. Я аyyuhallazina amanu innamal khamr wal maisir wal azlam wal ansab rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Алла Тағала Құран кәрімде айтады: расында ішімдік, маскүнемдікке алып баратын әрбір ішімдік, ойын құмарлар, олимп, казино осының ішінде тұр, ойын құмарлар, оның ішінде нарда да бар. Және бақсы балгерлер, бұның баршасы шайтанның амалдарынан. Нарданың өзін хадисте айтқан пайғамбар нарда бар ғой. Мысалы, кейде адамдар ойлауы мүмкін, жай нарда ойнап отырмыз ғой деп. Расасам айтқан, нарда ойнаған адам Алла және оның пайғамбарын жоққа шығарған адам екен дейді. Яғни мойындамаушы адам екен деген мағына. Осындай хадис бар мағынада. Демек, нарданың өзі бір ойын құмарға кіріп тұрма, ол жаңа айтып тұрған жаңағы олимп, оның ар жағына баратын жаңағы казино мәселесі адамның өміріне опасыздық алып келеді. Алла субхана ва тағала бізге құтылудың жолын үйретті. Неден құтылу? Мына өмірдегі жаңағыдай бір қиыншылықтан құтылу және ертең қияметте Алланың алдындағы есеп хисабыңның дұрыс болып жақсы жағына беру жағынан құтылу. Демек, осы аяттың төңірегінде қарайтын болсақ, жаңа айтып жатқан ойын құмарлық жаңағы олимп, бұл барып тұрған үлкен анау казино деген адамды азғыратын, соның басы осылай басталады екен. Мамандардың айтуынша. Қаншама ата-аналар байланысты осы мәселемен сұрақ қойып менімен байланысқан еді. Балам мектептен шығады, қолына ақша түссе, барып сол ойынға барып сала береді дейді. Олимпқа жаңағы. Соны баланы қайтарсам болады, қалай қайтарсам болады деген секілді. Ол баламен башқанда психологиялық жұмыс жасау керек біріншіден. Және оның өте сондай соңы өте сондай бір аянышты трагедиямен аяқталатындығын баланың көзін жеткізу керек. Қазақ айтады, баланы жастан дейді. Яғни баланы жас кезден бастап жұмыс жасау керек ата-ана ретінде. Мұғалімдермен тығыз байланыста болып. Екінші мәселе, сол балалардың сол ойын, құмар ойын ашқан адамдар, соның иелері, аятта Алла Тағала оларға да ескертіп жатыр. Уәлә тағауану алал исми уәл удван деген аят бар. Ешқашан сендер күнә істе, қылмыста бір-біріңе көмектеспеңдер. Соны ашып қойып, адамдардың күнә жасауына себепкер болып жатқан адамдардың жауабын айтатын болсақ, үкімі сол олимпқа кіріп ертең адам қаншалықты өмірде өзінің жолын жоғалтып қойса, өмірде көп қиыншылыққа түседі екен, соның дәл сондай күнә анау адамға да жазылады. Жаңа сондай жағдай жасап берген адамға. Мысалға, біреу арақ заводын ашты да, арақ заводын ашты. Арақты біреу ішіп алып, біреуді қақып кетеді, ішіп алып, біреу әйелін ұрады, ішіп алып, біреу тағы бір басқа нәрсе жасай ма, дәл сондай күнә сол арақты шығарып жатқан адамға да жазыла береді. И сол арақты жарнамалаған адамға да сондай күнә, іші деген адамға да, дәл сол сияқты мынау ойын құмарлық, жаңағыдай азарт дейміз ғой, соны жарнамалап жатқандар да, яғни сол баланың сол олимпқа барып, кіріп, ақша салып, немесе өзі ақша салып ойнауына, немесе біреуге көрермен жанкүйер ретінде ақша салып отырған бәр мәселесі ол баланың башқан кезде ақшасын тартып алу. Ол күнә. Соған баланың сондай жағдайға жеткеніне қанша адамдар үлес қосты, бәр шасында күнә бірдей жазылады. Құдайдың алдында бәрі жауап береді. Екіншіден, мысалы, арақ шығарған адамдар өздері арақ ішпейді, балаларына да ішкізбейді. Неге? Өйткені олар арақты неден жасайтынын олар жақсы біледі. Сол сияқты, жаңағы казиноны ашқан адамдар, сол казиноның басы оңжа олимп асқан адамдарда олар ойлап тұр, мен балам ондаймен ойнамайды. Олар да біледі адамды қандай азғырышылық екендігін,
қандай сондай бір азартқа түсіп қалған кезде бір наркотик сияқты нәрсе ғой ол. Психология ауытқу болады да баланың психологиясында. Сөйтіп бала ақша тапса апар сала беретін болады. Бірақ соны ашқан адам ол біледі оның дұрыс емес екендігін. Оған сұрақ қойылса да, сенің балаңда мына баланың орнында болған қалайсың ба деп сұрақ қойсаңыз, жоқ дейді. Балам ешқашан мұндайға жібермеймін мен дейді. Демек балаңды жібермейсің ба? Онда ол жер жабу керек. Өйткені сен қазір біреудің баласына қиянат қылып жатсың ба? Біл, Алла Тағала сенің басына пәлекетті соны қайтарады бәрін. Бұл өмірде де, ана өмірде де Алла оны жай жібере салмайды. Яғни барлық нәрсенің жауабы болады. Ешқандай көзден шыққан жас, баланың ата-анасы жылайды, қайғырады. Соның бәрінің жауабын береді ана адамдар. Соны ұйымдастырған кісілер, соны шақырып, жаңағыдай балаларға кел, ойын деген сияқты нәрсенің бәріне. Сосын аятта айтқандай, бұның бәрі шайтанның амалынан дейді Алла Тағала. Шайтан адамды осылай азғарады. Ол адамдар өмірде миссиясын жоғалтып қояды. Оған мынау бала-шаға, кәсіп, өзінің жұмысы, оған қызық емес. Оның ойында бірақ нәрсе тұрады. Кімнен қарыз ақша тапсам екен, апарып соны салсам екен. Бірақ қарызы жабу керек қой. Оны қайдан жабады ол? 40 өтірікші болады. Әркімге жексұрын болады. Сөйтіп соңында қарасаң, Құдай сақтасын, мұның соңы балалардың ішінде де бар, үлкен ересек адамдардың ішінде де бар, суицидпен аяқталып жатыр. Адамдар өзіне қол жұмсап қойып жатыр. Неге? Қарызды сұрайтын адамдардың саны көбейіп кеткен. Анау звондайды, мынау іздеп келеді. Анау сұрап жатыр. Балаң қайда? Ақшаны қашан қайтарасың деген сияқты. Ол ойлайды, қазір ақшаны саламды, бірден жаңағыдай ұтып аламын да, жауап тастай саламын. Жоқ, ондай болмайды. Өйткені ол жаңа айтылғандай шайтанның амалынан деп Алла Тағала ескертті ма? Шайтан жүрген жерде ешқашан берекет болмайды. Ол кәсіп емес. Ол башқанда бала-шағаға болашақта мұра болып қалатын мәселе емес. Ол харам нәрсе, ол үкімі арам. Құранда Алла Тағала кескінде Майда сүресінде бізге хабарын берді. Ойын құмарлар деп тұр. Міне сондай мәселеге өте ықтият болу керек. Бұны қазір башқында ата-ана ретінде балаларымен өте тығыз байланысты осын көп насихаттау керек. Бала оны түсіну керек. Бұл нәрсе өте жаман нәрсе екендігін. Немесе жаңа сұрақтың ішінде мынандай да сұрақ бар. Мысалға, жанкүйер ретінде Олимпқа кіріп алып ақша тігу. Мысалға, Головкин біреумен боксқа түсіп жатса, соны жанкүйер болып отыратындар бар да. Жаңа Альвареске тігесің ба ақшаны, Головкинге тігесің ба. Қайсысы жеңсе, соны тіккен адамдар джекпот ана дейді. Болды. Ақшаны бірден ешқандай жұмыс істемей-ақ, телемей-ақ, белің ауырмай-ақ, 1 сағаттың ішінде сонша суманы ала салам деп, тіпті естуімше, жігіттер мәншесінде сатып ақшасын тігіп жібереді дейді сондай жерге. Ол ойлап тұр, қазір тігемін де, ана жерде Головкин ұтады, ұтқан соң 2 машина боламын дейді. Яғни ескі машинамды ақшасын салып, жаңа машина алып аламын. Жоқ, олай болмайды. Біздің дініміз ешқашан мынандай ауырдың астымен, жеңілдің үстімен онда насихатталынбайды. Оның екінші жағы бар. Башқандай өз жерде жарайды адамдардың тіккен ақшасын біреу ұтып алғанның өзінде қалған адамдардың ішінде көңілде не қалады? Оған деген ыза, көре алмаушылық қалады. Ана әкенің пәленшесі ана бала ұтып кетті дейді. Ұтып кетті. Бұл деген сөз адамдардың арасын жақындатпайды. Керісінше адамдарды бір-біріне дұшпанға айналдыратын амал бұл. Ешкімдерді ой құтты болсын, молодец, сен жеңдің деп ешкім алғыс айтпайды. Жеңілген тарап, ана ақшадан айырылып қалған адамдар. Оған көзі қызарып, ана жерде ішіп отырады, бірдеңе шегіп отырады. Ана жеңген адамға деген оның көре алмаушылығы, ыза, кек асқына береді. Бұл деген сөз қоғамды ыдыратудың бір жолы. Яғни қоғамды ыдыратудың бір жолы, соны мамандар айтқан, ішімдікті көбейту керек деген, жезөкшелікті дамыту керек деген, ойын құмар, жаңағыдай ойын қаналарды ашу керек деген да. Осы үш нәрсемен қоғамды ыдырататын жолдар деп айтқан, құрал ретінде пайдаланады. Сол 3 құралдың бірі бүгінгі сұрағымызға осылай қойылыпты. Бұл деген сөз тек қана адам өзі емес, жаңағы ойнаған бала немесе жаңағы кісінің ғана емес.
оның отбасы, оның ортасы қоғам ыдырайды. Білесіз ба? Мен өзімде осыдан бірнеше жыл алдын бір жаңалықтан көргем. Қапшағайдағы ойын каналының бірінде бір жігіт тіпті әйелін тіге жерген. Әйелін тігетін үй жоқ, көлік жоқ, қарыз алатын жердің өзі де біткен, елдің бәрін ақшаны алып біткен. Енді не қалды? Сөйтіп үйінде қатын тіге жүрген. Сонымен жігіттер үйіне келіп, анау звонок басып тұр дейді. Ашша әйелі, ана жігіттер кеттік деп айтады. Қайда кеттік? Сен мынаның қатынысың деп айтады дейді. Соны жаңалықтан көрсетті уақытысында. Кәдімгі арнадан көргенбіз соны, теледидардан көрсетті. Бұл деген сөз, көрдің ба, ол жігіттің миында сол нәрсе тұр. Ол деген сөз, ол ойлап тұр, енді жеңемін қазір деп тұрып, адал жұптасқан әйелін де жіберді. Міне сондай деңгейге шейін түсіретті бұл мәселе. Сол үшін Алла Тағала әу баста әлі оған жақындамаңдар деп тұр. Жақындамаңдар, фаштани буху. Мүмкін мүлдем таянбаңдар, жақындамаңдар, ол шайтанның амалынан мүмкін құтыларсыңдар деп Алла Тағала әлі жақындамай тұрып, анау жақтан біз ескертіп, бізді бұрып жіберді. Өкінішке орай қазір тек Алматы шаһарында емес, бүткіл қалалар деп айтайықшы, бүткіл Қазақстандағы қалаларда қаланың ішінде кірген кезде солар бірден көзге түседі. Түнде әсіресе светтерін жағып қойып, мен мұндалап айқайлап тұрады, адаспай келе бер, мен мұнда тұрмын деп. Бұл деген сөз, демек жаңағы ашқан адамдар, жаңағы олимпиад ашқан адамдар, тәубаға келуге шақырам, Құдайдан қорқуға шақырам. Ертең жауап береді. Біреудің баласының көз жасы бар, ата-анасының көз жасы бар. Сенің балаңды да біреу сөйтіп азғырса, сен қаламайсың. Сол сияқты сен де біреудің баласын азғырма. Оны жауып таста. Ол адал кәсіп болмайды ешқашан. Одан түскен ақша арам болады саған. Жаңа казиноның иелерін айтып жатқан, олимпиадтың иелері бар ғой, біреу ашқан шығар, кім болса да ол өзіне өзі ашылып тұрған жер емес қой. Демек оның артында біреулер бар. Мүмкін олар сомен нафақа қылып балаларын, бала шағасын бағып атқан болуы мүмкін да. Олардың есебі бойынша ол бір бизнес деп ойлауы мүмкін. Менің бизнесім осындай дейді. Мүмкін ол мақтану мүмкін. А бірақ ол бизнес емес, ол кәсіп деп айтылмайды да. Ол арам ақша табатын орын деп айтылады. Алла сақтасын. Сол үшін бала шағаға үйден бір нан алып келсе де адал жолмен алып келу керек. Омар ибн Хаттаб деген сахаба айтады, үйге арам ақша, күмәнді ақша алып келмеңдер дейді. Оны бала шағаға жегізесіңдер дейді. Жегізу деген бұл жерде киім алып берсең де, сөмке алып берсең де, ручка дәптерін алып берсең де, жегізу деп айтылады да. Балаға күмәнді ақша, арам ақша жегізсеңдер, баланың ішіне, денесіне сондай күнәнің дәнін екті деп біліңдер деген. Ол баланың денесімен бірге өседі дейді, күнәда. Бала ертең өсіп жетіледі, ішіндегі жаңағыдай опасыздық, жаман жаңағыдай сипатты бірге өседі деген де, денесімен бірге. Одан кейін енді күйдіретін бала сол бала болады, әкесінің түбіне жететін бала сол болады. Айтады кейде, мынаған айтшы, сөз ұқпайды дейді. Әрине сөз ұқпайды. Сөз ұқпауына да себепкер бар. Өйткені оның әкесі жаңағыдай бір арам ақшамен үйге бала тамағын жегізген, бала өсті солай. Енді ол көрсетеді саған дейді. Мына өмірдің өзінде. Ертең Алла ақыретте Алла кешірсін де бәрі шамызды. Сол үшін қазір тәуба есіктерінің бәрі ашық тұр. Ондай арам ақша табылатын жерлердің бәрін жабу керек та, керісінше сол ғимараттарды халыққа пайдалы бір өнім өндіретін, бір халал өнім өндіретін, халал ақша табатын орындарға оны ауыстыру керек. Ризық Алладан. Дәл сол араммен егер күн көріп жатырмын десе, ол адам қателеседі. Кейде сұрақтар болды маған. Дүкенінде арақ, темекі бар екен, бірақ одан басқа көп сатылатын заттар да бар да. Кей жаңа көріп қалып мен айтып отырмын да, мынау көп жақсы нәрсе өнімдеріңіз бар екен, халыққа пайдалы дүкеніңізде. Соның ішінде екі нәрсені көрдім дедім да, дұрыс емес, алып тастаңыз деймін. Не нәрсе дейді? Арақ пен темекіні айттым да. Деп жаңағы айтады, онда мен дүкенімді жабамын дейді. Неге жабасыз десем, ақтамайды өзін дейді. Мен де мүмкін емес деймін. Сонда сіз ойлап жатсыз ба, сол арақ пен темекімен ғана дүкеннің арендасын жауып отырмын да, пайда көріп жатырмын деп ойлайсыз ба десем, иә дейді. Жоқ, қателесесіз. Алла Тағала арам нәрсеге берекет бермейді. Керісінше, сіздің осыған дейін тез дамып кете алмай жатқаныңызды сол екеуі наоборот тоқтатып тұр сізді деймін да қазір. Яғни келе жатқан ризықтың баракатын жауып қойған ол деймін. Кейін жаңағы бауырымыз бір хабарласып алып тастағанын айтты. Кейін мен сұрап алдым, қалай болды дүкеніңіз десем, альхамдулилля дейді, қазір оборотым өте жоғары дейді. Мұны айтқымыз келгені, демек шайтан адамды солай азғырады, қорқытады. Қазір мынау казиноны немесе жаңағы олимпиадты жапсан, қалай күн көресің? Бұл қазір заманауи бизнес қой. Жақсы ғой. Өз ақша өзі келіп тұр ғой деп, жеңіл жүріспен адам ақшаға қызықтырады да, шайтанды білесіз. Бірақ оның артында көз жасы бар.
оның артында ертең тозақтың оты бар, Алла сақтасын. Өйткені от адамда сондай күнә істей бергендіктен сол от арқылы тазалайды деп айтылғанда, ана қойдың басында ұйтқан кезде отпен құйқасын күйдіріп тазалаймыз ғой. Адамның денесінде күнә да сондай сасық күнә, сондай жабысып алады екен, оны тозақтың оты күйдіріп тазалайды деп келеді. Алла сақтасын. Ертең сондай башқандай күліп кірген сондай арам ақша ертең мысқылдап жылатып шығады адам денесінен. Сол үшін жаңа айтылғандай тыйылу керек. Демек, тыйылу керек екі адам бұл жерде. Біреуі жаңағы сондай ойын құмарға баратындар тыйылу керек. Бармау керек, оған адал ақшаны салмау керек. Екінші, сондай ойын құмарлы ашқан адамдарды тәубасына келіп ондай жерлерді жабу керек. Бәлкім оның орнына азық-түлік дүкенге айналдырып қойсын, бір адамға пайдалы деген сияқты. Сол кезде Алла Тағала берекет береді. Иншалла қоғамда бұдан да қарқынды дамимыз. Мынау Мағжан Жұмабаев атамыз айтқандай, мен жастарға сенемін дейді. Біз қандай жастарға сенеміз? Мынау білімге құштар болған, өмірге мақсат қойған, сол үлкен мақсатқа ұмтылып жатқан жастарға сенеміз де біз. Ал жас кезінен бастап әлі өмірдегі бір гүл ашылмай тұрып, күнәға кіріп жатқан жастардан ешнәрсе шықпайды. Ол балалар ешқайда бармайды. Қараған басын алып жүре алмайды ол балалар. Мысалы, үйленіп қойғаннан кейін де сондайға кіріп жатса казиноға, отбасынан айырылып қалып жатыр балалар. Отбасынан, яғни өзінің басын алып былай жүрсін, отбасынан айырылып қалып жатыр да. Ал ондай бала қоғамға кімге керек? Сөйтеді де оның көзі қызарып не іздейді? Ақша іздейді. Ақшаны қайдан табады? Ешкім бермей қойды оған. Болды. Жексұрын болып, бәрінен сенімнен қалды. Ол адам қылмысқа барады. Біреуін тартып алса да, біреуін ұрлап алса да, ойында бірақ нәрсе тұр, ақша табу керек те, анаға барып салу керек. Яғни осындай адамдардың саны көбейе берсе, қоғам не болады? Қоғам білінеді. Сол үшін ел болып, халық болып, бәріміз жұмылып, осы мәселемен күресуіміз керек. Жастарға көп насихаттауымыз керек. Нәтиже Алладан болады. Өткен Құран кәрімде сендер тек қана ескертіңдер дейді. Ескерту момынға пайда береді дейді. Алла Тағала елімізге тыныштық, жұртымызға аман берсін, жастарымызға иман байлығын берсін.